Ризван Исмаилова, «Еркек», әңгіме. Асылқан айылдың оғыз қалыңа келіне. Оға ташына тың. Колхоздың ішін анчалық беріліп іштеген біреу жарым жоқ. Харзуаған тыйын үшін жанын жанға ұрып, ел бешімде үйге қайтса, ал қажынып көз байлағанша талада іштеп жүрді. Ұшы айылға келін болып келгенден бері тұрмышы баржы жоқтың ортасындағы қайын жұрттың тірлігін тыңдайым деп жүріп, чача қарды, жүзін бұрыш басты, ерте қарып баратқан сыйды. Таң сөгіліп келетқанда көші тараптағы дарбазаның қалғазы тарс açıldı. Uçқындағы қызы чал ұйқы, көзі қызарған, өңі бозарып, өсті башы жүді бышақтап кіріп келді. Енінің жүрегі бір нәрсені сезгендей тызыз етті. Челегін көтеріп, жарқыр тарапқа басып баратып тық тоқтады. Емне қарға поқчық електелі өңірегеттен кетіп келіп қалдың, дейім деп айтқанға өзін тоқтатты. Жағымсыз тұйымдан қыжалаттанды. Тынчылық ба? Емне олды? Қызы өңгіріп, солқылдап көз жашынан чылқ нымдалған, ескірген қол жолығын мұжыққан тейді бір топқа чейін озыңды ойлады. Қызының бұтында арты мыйрыған ескі галош, үстінде салбырап жуыла беріп, майда қызыл түсті чечек гүлдері ағарған чыт көйнек, башынан шыпырылған ақ сұрыптан бозорған орамолын көркененінің қаңырғы түтіп, өзін тіршілікке бір толы алдырып баратқан қызына бұр-ұр ұйқырады. Ойды сағысы келбеді. Челеген тұрған жерінде көмкірді да қызының қолынан жетіреп үйін için алып кірді. Енесі ачусы чұққыл, қатылғандың қатығын берген қайратты, қату аял. Қызының нымтыра ойлағаны, ыйдан көзі қызарып, беті башы шишіп кеткенін көріп, қачу салқымынан ашып, бір чайнап жұтқыдай алдына жұтқыма берді. Өзін құйырғы жер таппай, қалчылдап, чайпай шықты. Не болды? Айтпайсың ба? Анау, қатын алып алыптыр. Не? Ануың кем? Ерің бе? Қызы башын екеді. Қызының шолықтаған өні тыйылбады. Ейлай веріп, ұқтытқан өң көчіне түшіп кеткенсіп, екі далы салмақ көтеріліп, жана чытқан кейшті апалына выжданы қайнап, өнін өктем шығарып мінтті. Неге шолықтайсың? Не, хандан ажырадың ба? Бектен ажырадың ба? Ажырасаң өтігін, сүйреген, бошашқан бір мәндікер ерден ажырадың. Неге озыңдайсың? Тоқтатайыңды. Енесінің өктөмінен қыздың ұйы улам өзіліп барып тоқтады. Жүр, қазір барып, жүк тағыңдың барын алып келеміз. Ене төркі бөлмеге кіріп, сый мейманға киген ариеттүү киімдерін киіп, сыланып, сыйпанып, жақсынақай айылға іланғандай бат әлі шыға келді. Автобусты дәлі көп күтішпеді. Қарасуға келіп, андан ұчқындың мұрды жалпайған сары автобусына барып отырышты. Келіндін таң атпай қайда кеткенін ешкім білгенде, сезгенде жоқ. Ешік алдында өркін түбіндегі сөрді беймарал ұқтап атқан қайнесінің төшегін үстінен суырып алған аялдың ачу үні болды. Түр! Атаңды шақырып кел. Мынау бичара сілердің отыңарменен кіріп, күліңарменен шығып, қарып болып жүрсе, әкәңнің мүйесі шақтап кеткен тұрбайы? Армиядан жаңы келіп, еш таппай, бекершіліктен солдойып көші таптап, айылдағы бой тартқан қыз қарқындан көз өтіп жүрген сары чекіл қайнысы, айылдың орта ченінде жашаған атасынықына тызылдап жүрқады. Бұтын араң шілтеп, башынан савырдуының савырдуы сатыққан қария içінен сызып, «Атанай, кем айтты екен келінге? Жашыры ұқпасын деп, қысталақтың іштеген жеріне өзім барып сөйлешем деп, таппай келмедім білі». Айдағылар бар ұққан ұқшайды. Көр-шывыр кептер, қытмырлы көз қараштар үйін ақмалап қылғанын сезген. Мөрі қолдан еміне келмек. Bir jene жақшылы іштеп жүрген баласын жолдан шығарған жеңіл желпін емені ұрышып, үйбілөлі еркекті бұзғанға қандай ақың бар деп, ұят қарып келейін деп жүрген. Таппай келбеді. Bir дуал қошнасы жолдан жолығып мінтпеді. Еме, бұл балаң еркекті қылып тұрай. Жаш болса, сұлу болса,
Hüyüne girip albay canı jok ba? Geliniň dep baratyp şılpygan owuzyn jaba kaldy. Ek, sululugy kırysın. Dörübe, jaşatpaýyn men. Garýanyň ünnü demeýdegiden öktem çykdy. Açusynyň kolundagy taýagy menen aýbat bergisi gelip özüni araň toktatdy. Jaşa wagır, bular eki bala jönünde hiç öýleşmeýdi. Oýnasa jyrgasy ele yergekdik be. Hey ýataňdyň owazyny raýyn. Garya jylyp basyp öýüne girdi. Sörünün çetinde jaly qaynagan kudagyy jer çapçyday bolup, zary betine çygyp ızyrnyp oturgan eken. Geliňiz kudagy, geliňiz. Balaçaka tuğan urugamanby? Ayal jogap berbedi. Gelinine karap, üýge töşek sal balam, üýden süleşeli. Qaynesynyň oýuna gelgenbi je qaynatasy murundan aýtganby, zamatda tuğan urugunun bary süleşip alganday birinin artынан biri agylyp gelişdi. Ene hiç kimisinin salamına jogap da berbey, karap da koýbay, buğurgan şarkan düşüp, bir turup kızına, bir turup kızının qaynesine buyra süyledi. Böt kızımdan karmagan tutkandarın eşikке alıp çık. Jükdöp ketem. Göçürüp ketem. Sizlerge bile bolsun dep, üyün turguzup çatırın japtırtkam. Üydi saldırıp alıp kuturup ketken eken. Şıypırında çıgaram. Eki balanın uvalı, katın pos bolaňarga tiysin. Kaysa alına üýlenöt. Kimdi jırgatat? Koyuňuz emi baybiçe. Bir açuňyzy bizge beriňiz. Anyň adewin özüňiz berebis. Hasylkandan artygyny tappaýdy. Bekeller de aýtypdyr. Kim aýtdy deseňiz? Dedi kuwakay yüzdüğü Asylkanda ala kaçıp bergen taýjiňelerden biri. Ku katın bilmek senge salwant korulanyp atat. Dedi Asylkan. Gündörden birinde eş nesenin şek şubagasy bilinbegen tynçylyk bir günde Asylkan taňzarynda eşigin şypyryp atsa, aýrandy şyltolap, kan sölü kaçıp kuwargan taýjiňesi üýge kirip gelip, eriňe 3 gün üýüňe kelbey goýsyle artyndan şimşi bersek katynda izdep barganyň uýatay. Üýüne kelbey kaýak baratyly. Herdim bäri gör. Tumşugy taşka tigen güni üýüne gaýtyp gelet. Ana o bilesiň-de. Kartaşmatdyň çoňuluçy üýlenip alypdyr desken, haýaýlanbay gaýtyp geldi. Adamlar uşak dili aňdyp turat. Asylkan oyuna eş nerse albay şaharın tekstil kombinatında jük düşürgüç bolup işlegen küýösün haraçolody, üýge gelip kalganyn erön törön algan emes. Oşondan keyin arkanday oýlарды oýlagan üçin içinen uyalıp da ketken. Asylkan bir üýdün bayo, momun, münözü koýmarek, hiç kimenen işi jok, tirçilikde çark aýlandyrgan joş kız ele. Onun üçin bütörü menen andan mından juwçylar gelip şaşdysyn alabergen uçur köpkö sosulbady. Bayağı kuwakay jüz katyn bal tilge salıp, kara suwga oýnap gelebis dep, anın jakyn tugany Asylkandan aýylynan kaçırıp ketken. Oşol boldy. Süýü degen emne, küýö degen emne degende aňdap jetik düşüne albady. Bala törep, jalaýakyn juwup oturup kaldy. Tirçilikden jany kynaldy. Kolhozdun paktasyn erte jazda çap, geç güzde tergenge çeyinki menet jaş gelindi janyn kaýçylap, şyrgyýday arık müçösün oğup öter karjalypdy. Başı menen jer kassada eki bolbogun tüşüp köçedabay başyn bir jakka alıp çygyp ketkendi de oýlady. Bir jolu 4 kesiliş jolda bir bokçoga tolgan jalaýyktарды götürüp atasynykına getmekçi bolup turganda şırp etken dawuştan kawary bar kuwakay katyn janına gelip aldartyna düşüp jalanyp jalbaryp üýüne gaýtardy. Ana getem, muna getem degen tilekinin jolun toskan, etegine kenede ijawuşyp, gökürekine başyn katkan baldartynyň törkündögüsün elestetip aýla salty getdi. Taňky geçki elirgen şamal talanyň paktazarly gök jaşyl жүzün aýmalagan jelargy göňül kirin gaýdatyr aýdap ketip, işke hiç bir bütbögen tirilikke alaksyp, enelik sesimtin jeteginde kalıp ketdi. Hoppa batam, gaýsy uşakka işenip alıp alınıp jatasyz deýim da. Uşakpy? Ene baharyn demite karady. Uşak bolbosa bir aydan beri kaýakda jiret. Uşturgan oşdan gele albay kalaby? Hökümet işini avtobus menen aparıp kelip koysa kimdikinde kalat? İşi oşondoy oğur bolsa jatakhanasy bar eken,
Анда қалғандыр. Түні іштесе... Қой, хақта бақыла. Жүкті көчөк алып шығып, үйдің шипырында шығарғыла. Ажыраштырам, 1 минут bu yerде жашатпайым. Enini ешкім тоқтата албады. Қуарған тайжеңесі қызын үйінен шығарбай, ешіктің босығосына uzundan түшіп жатып алды. Кездеме тоқу комбинатындағы тоқу цехіндегі станоктордың тынбай тақылдаған шақылдаған үннен құлақ тұрады. Жіберген арық чырай, шыңға бойлу, жағымду, жымшық көз, қыз бөжек елінбе, Жаныбекті көрөрі менен көздері жайнап, тамақтанғаны ашқанаға шыққанда күлімсіріп қарай берчі. 2-3 рет артынан жалу ұрып қарап тұрғаны байқап, нымшып тертеген. Екеуінің бірін-бірі іздеген көз қарашы көпке созылбай танышып алышты. Өрттей жалындаған тартылу күчінен тезеле ымалаға келішті. Иштен шыққанда чай içe өздешіп, ашқанадан түндін бір оқымында шығып, 3-4 ыстықанның шарапаты менен алам түгел гүлге орынған сезімден бошын албай, ұрғачының жатақанатағы бір бөлмесінен күн қиыла көтеріліп қалған малда ұйғынады. Еркектің алған айлығы жымшық көздің тамақ ашына, киім кечесіне, атыр ұпаларына ойнап күлгеніне кетеді. Өзінің ақшасының бір тыйынын қоротпай айылдағы апасына, бұрдағы ерінен қалған қызына жөнөтөт. Жаныбек анын ким экенин оттой ысык маалынын табы кете баштаганда угуп алып, жет өмүрү жерге кирди. Эрден эрге оңой жеткен Амалкөй келиндин мүнөзү айлыгы түгөнгөн мезгилде чыкты. Ыргышта болор болбос нерсеге туталанып уруша кетет. Үйдөн чыгарыштын айласы экенин сезген эркек тааныш билиштеринин жүзүнө тике карай албай башын жерге салды. 2 мөөнөттө иштейсиң деген талаптуу угары менен Жаныбек болгон кийимдерин алып, айылына кетчү түнкү нөмөттөгүлөрдү ташыган автобуска шылкыйып түштү.